Сәлем досым, әсерлі де қызықты ой саларлық әңгіме іздесең өмір жолы арнасына хош келдің. Арнама тіркеліп, лайк басып, достарымен бөлісуді ұмытпа. Сүйген жүрек. Терезеден шашырай төгілген күн сәулесінің қызуы қайтып, бөлме іші алакөлеңкеленіп келеді. Қалихан шалқалай түсіп кітап оқып жатқан, астында жырым-жырымы шыққан көнетоз матрас пен ескі құрақ көрпеден басқа ештеңе жоқ. Қозғалған сайын торы созылып кеткен темір төсек жеңіл тербеледі. Қозғалмайын десе жата-жата тесіле бастаған жамбасы шыдатар емес. Көзі де талып ауыра бастады. Сонда да кітаптан басын алмай шұқшия түскен. Кенет терезеге таяу қойылған кішкене үстелдің үстінде тұрған қара телефон шыр-шыр етіп шырылдап қоя бергені. Орнынан жаймен көтеріліп барып, «Алло» деп телефон тұтқасын құлағына тосуы мұң екен. Ар жақтан саңқылдаған жігіт даусы естілді. «Ассалаумағалейкум». «Уағалейкум ассалам. Мен Қанатпын ғой. Танып тұрмын, шырағым. Қал жағдайыңыз қалай, аға?» «Құдайға шүкір, өздерің ше, айналайын?» «Жаман емес. Тек не болды?» «Жақсылық, аға». «Не?» деді бір жамандықтың болғанын жүрегі сезіп. «Жақсылық, аға», даусы дірілдеп шықты. «Қайтыс болыпты». «Құдай-ау, не дейді?» «Қашан?» «Бүгін таңертең. Біз барғалы жатырмыз. Соны ескертіп қояйын деп». «Рахмет, айналайын, көп жаса». «Жақсы, аға, онда». «Жақсы, жаным». Қалихан телефон тұтқасын орнына қоя салды да асығыс-үсігіс киіне бастады. Өзі де бейнетқор байғұс еді. Тағдырдың тауқыметі мен аурудың азабын тартудай-ақ тарттау. Әйтеуір өмірінің соңында атамекеннің дәм тұзын татып, туған жердің топырағы бұйырды демесең, бірақ осының өзі де бір бақыт екенін біреу білсе, біреу білмейді-ау шіркін. Біз сияқты атажұрттан жырақтау ғұмыр кешкен пақырлар болмаса, я қайдан білсін, басына түспегесін, сезінбегенсін. Ол сыртқа шығып такси ұстады да, сүт пісірімдей уақыт өтер-өтпесте жақсылықтың үйіне келді. Есік алдында адамдар топырлап жүр. Кіре берісте екі баласы таяқ ұстап жылап тұр. Жақындап келіп, әкелерінің алдынан жарылқасын, айналайындар, арты қайырлы болсын деп беттерінен сүйді де, еппен басып ауыз үйге кірді. Әйелі төр жақтағы диванның үстінде қолына орамал ұстаған қалпы басын төмен сала меңіреу адамша мелшиіп отыр. Екі көзі білеудей боп ісіп кеткен. Бұны көре салып, «Қалай қиып тастап кеттің? Қайран менің жәкем-ай» деп аңырап қоя берді. Төбе құйқасы шымырлап кетті. Қарсы алдына таяп келіп, еңкейе берді. «Қазақ қайырлы болсын, иманы жолдас болсын» деп көңіл айтып, аз кем тұрып қалды. Әйел зарлы дауыспен жоқтау айтып, жылауын үдете түскен. Қалихан иығынан ұстаған қалпы, «Сабыр, Кәмшатжан, сабыр, жылама демеймін, жыла. Мен жылама десем де жылайсың, жылайтын күн әлі алда. Сабыр сақтап жыла, ауырып қаласың, сен әлі мына балаларға керексің». Әйел жылауын қойғанымен солығын басалмай үн-түнсіз мұңайып отырып қалды. Қалихан шеттеу тұрған орындыққа тие бүге беріп, «Қашан қайтты?» деді бір сәт орнай қалған үнсіздікті бұза. «Таңғы сағат 7-де. Түні бойы қиналып кетті. Бірақ сөйлеп жатты. Бәрін айтып кетті, бәрімен бақұлдасты, бәрін біліп жатты. Ең басты арманы балаларды туған жерге әкеліп, елге қосу еді. Оны орындады. Енді осы балаларының қызығын көрсем деуші еді, амалғанша сол арманы арман күйінде өзімен бірге кетті», деді әйелі кемсеңдеп. «Амалғанша». Кәмшат, кім армансыз боп өтті дейсің бұл жалғаннан? Тірі пенденің арманы таусылушы ме еді, тәйірі? Бізге қарағанда жақсылық бақытты ғой, Құдайға тәуба деңдер, деді басу айтып. Осы кезде сырт жақтан адамдардың аяқ дыбысы білінді де, артынша бауырымдаған даусы естілді. Қалихан жаймен орнынан көтерілді де ақырын жылжып сыртқа шыға берді. Күн ұясына қызара батып, төңіректі қараңғылық тұмшалап келеді. Аздаған ызғар бар. Ол шет жақта әңгіме дүкен құрып отырған бір топ адамның жанына тақау барып тұрды. «Ештеңемен қақ соғы жоқ жан еді», деді тапал сары. «Қашан көрсен күлімсіреп жарқылдап жүруші еді», деді ұзын бойлы қара жігіт. «Періште дерсің». «Я, аузын ашса жүрегі көрінуші еді», деді таяғына сүйеніп әзер тұрған шоқша сақалды бүкір шал. Жақсы адам еді. Кенет алдыңғы жағында жападан жалғыз состиып тұрған әйелге көзі түсіп кетті де аңырып тұрып қалды. Таныс бейне, жылы шырайды, өз көзіне өзі сенер емес. «Әй, мынау сәуле ме? Ой Аллай, ішіп жеп барады. Мынау менің сәулем ғой. Ой жаным-ай, сәуле, сәулешім».
қадала қарап қалған. Қапелімде өңіме түсіме екенін ажырата алмай абдырап та қалды. Әйел түк сезер емес. Ештеңені елең қылмастан шығар қақпаға қарай бұрыла берді. Бірдеңеден құр қалып бара жатқандай соңынан ілесе шықты. Үйді айнала бере аяғын жылдамдата басып келді де, «Сәуле», деді ақырын ғана тіл қатып. Әйел селк ете түсті. Жалма-жан жалт қарады да бұған бедірейе қарап тұрып қалды. Көздері жыпылық қағады. «Сәуле, мен ғой. Мен, өзіңнің Қалиханың». «Қалихан? Қалихан?» Әйелдің даусы жарықшақтанып шықты. «Иә, Сәуле, бұл мен ғой. Өзіңнің алғашқы Құдай қосқан қосағың. Қайдан жүрсің?» деді әйел қапелімде аузына жібі түзу сөз түспей. «Жақсылыққа көңіл айтып. Сен Алматыға келді деп естіп едім». Әйел демін ішіне тарта ауыр күрсінді. Қалихан да не айтарын білмей бөгеле берді. Темекі тұтатты. Рахаттана бір сорып, түтінін сыздықтата сыртқа шығарды. Екеуі азырақ үн-түнсіз жүріп отырып бақ ішіне келіп кірді. Ымырт үйірілген. Аспан түнеріп тұр. Етек жақтан жан-жағына жарығын шашақ қылтиып ай туып келеді. «Қашан келдің?» Әйелдің еті енді үйрене бастаған сияқты. Еркінси сөйледі. «Көп болды ма?» «Біраз болды». «Біраз болды?» «Иә, біраз болды». «Енді неге хабарласпадың?» «Сенің отбасың бар деп естідім ғой, сонан кейін мазалағым келмеді. Құдайдың кезіктірген жерін көрмейсің бе?» «Иә, бұл жалған дүние ғой». «Жалған дүние. Бүгін бармыз, ертең бір Құдай біледі, бәрі жалған, өткінші. Жалған екенін біле тұра мәңгі жасайтындай өмір сүреміз. Сәл ертерек кетті демесең, жақсылықта арман жоқ қой». «Арман жоқ. Сүйгенімен бірге тұрды, сүйгенімен қол ұстасып бірге жүрді, бірге жасасты. Балалары да бауырында болды. Тарымда жүрген жылдары болмаса бір елі ажыраған жоқ. Біз ғой мына таққа сорлаған. Екеуміз екі жақта 40 жыл бөлек тұрдық. Құдай салды, біз көндік. 40 жыл, тұтас бір ғұмыр ғой. Я, 40 жыл, зымырап өте шығыпты ғой. Өмір осылайша білінбей өте шығады екен ғой». «Жоқ, мен 40 жыл білінбей өте шықты деп айта алмаймын. 40 жыл жан азабын тарттым. Бақандай 40 жыл. 40 жыл армандадым, 40 жыл күттім». «Нені?» «Сенімен бір кездесуді, сені бір көруді. Туғандарын ғана көріп, қызықтарын көре алмаған балаларымның маңдайларынан бір иіскеуді. 40 жыл аңсадым ғой. Сен қалай өзгермегенсің?» «Өзгермегенсің дейсің бе? Қойшы, қартайдық қой». Қалихан тағы да темекі тұтатып жатып әйелге көз қиығын салды. Самайын ақшалып, сұлу жүзін әжім торлаған. Бірақ қараған сайын бірте-бірте жасарып, көз алдына қыз күніндегі көрікті келбеті елестей берді. «Сен маған әлі сол қыз күніндейсің. Естіп тұрсың ба? Әлі 18-дегі дейсің. Сол бейнең, сол мөлдір көз, сол қызыл ерін. Қойшы». Әйел езу тартты. «Сен де өзгермепсің, сол бәз баяғы қалпын». «Я, сол жастықтың албырттығы ғой. Қайдан білейін, әйтпесе сенен өлсем айырылам ба? Қайран жастығым, ғұмыр бойғы өкініш сыйлады. 40 жылғы өмірім сағынышпен аңсаумен өтті. 40 жылғы уақытым ойлаумен, ойланумен өтті. Я, ол кезде біз жас едік. Сен 25-те, мен 30-да. Енді міне біз де қартайдық. Бірақ сен маған әлі сол қыз күніңдейсің. Есіңе алшы, екеуміздің алғаш танысқанымыз. Есіңде ме?» «Есімде, бәрі де есімде. Оны қалай ұмытайын? Ол біздің қайта оралмас бақытты шағымыз ғой. Көктем еді ғой құлпырған. Жасыл жайлау, өзеннің жағасы су сылдырап ағып жатқан. Алғаш көргенім, сен сондай сұлу едің. Қылықты едің. Бір көргеннен ғашық болып едім-ау. Иә, бір көргеннен. Мен де сені бір көргеннен ұнатып ем. Жан тәніммен сүйіп ем. Амалғанша тағдырымыз осылай болды. 2 баламен шәуешектен бері өттім. Сен Үрімжіде қалып қойдың. Қалайын деп қалды дейсің бе? Жібермеді ғой, құрғырлар. Білемін. Бұлай боларын білсем, өлсем қалам ба? Шекараны жауып тастайтын қайдан білейін? Айтсам сенбейтінде шығарсың. Талай талпыныс жасадым, бірақ бері өтудің еш сәті түспеді. Оқуға да келмекші болдым. Бірақ арғы ойымды сезіп қойды ма? Шекарадан да қашып өтпекші болдым. Оның үшін абақтының да дәмін таттым. Әйтеуір жолым болмады. Мен де сені көп күттім. Содан әйел арғы жағын айта алмай аз-маз кідірістеп қалды да сөзінің соның 2-3 дулау етіп, «Қос құлыным үшін амалсыздан», деді күмілжіп.
Білем, бәрін де білем. Арманым мен сағынышымның. Қалиханның көзіне жас іркіліп, иегі кемсеңдеді. Қал жағдайлары қалай? Жақсы, қазір екеуі де үйлі баранды. Жағдайлары жаман емес. Ел қатарлы тіршілік етіп жатыр. Қазіргі жолдасынан бір ұлым бар. Білем. Ал өзің неге қайра шаңырақ көтермедің? Еш қажеті болмады. Өзің де естіп жатқан шығарсың. Талай жылым абақтының тас қапасында өтті. Жазықсыздан жазықсыз жазалану да жанға қатты батады екен. Оның бәрін айта беріп қайтейін. Біле білсең, мен тек сен деп өмір сүрдім. Сен деп ғұмыр кештім. Сені ғана ойладым. Сен менің әрқашан жанымда болдың. Қайғырсам, бірге қайғырдың, жыласам, бірге жыладың. Мұндансам, бірге мұндандың. Сен соны білесің бе? Қуансаң да бірге қуандым ғой. Жоқ, неге? Әйелдің түсі бұзылып кетті. Мен қуанған емеспін, қуана алмадым. Қуанған кезім болған жоқ. Неге? Сүйіп қосылған сүйікті жарыңнан, бір тамшы қаныңнан жаралған сүйкімді балаларынан тірідей айырылсаң, қуаныштың не екенін ұмытып қалады екенсің. Сен оны білмеген, сезбеген, сезінбеген шығарсың. Өйткені менің орнымды білдірмеген, жоғымды жоқтатпаған арманым мен сағынышым болды ғой қасыңда. Алданышым да, жұбанышым да солар болғаны рас. Ал мені алдандыратын да, жұбататын да ешкім болған жоқ. Өзімді өзім ғана алдандырып, жұбатып келемін. Сені бір көргетініне, әйтеуір бір кездестіретініме сенгем. Мені жетелеп келе жатқан да сол сенім ғой. Бақыттымын, сені көрдім. Сені бір көрудің өзі бір бақыт екенін білсең ғой. Мен саған әлі ғашықпын. Сезімім де сол баяғыдай. Еш суыған емес. Қайта уақыт өткен сайын жалындап жана берді. Сенімен өткізген 5 жыл менің ең бір бақытты сәттерім екен. Бірақ сол 5 жылдың қадірін де кейін білдім ғой. Сол 5 жыл ғана маған қуат беріп, түнге айналған өміріме шуақ шашып келеді. Сол сәулелі 5 жыл. Менің де саған деген көңілім сол баяғыдай. Сенбейтіндей кінәлайтын да шығарсың. Арманың мен сағынышың үшін. Әйел көзіне жас алып, қыстығып сөйлей алмады. Кінәлап тұрғаным жоқ, кінәламаймын да. Бәрін де түсінем, біле білсең, мен үшін сенің жер басып тірі жүргеннің өзі бір бақыт. Соны білсең, соны сезінсем болғаны. Қалихан тағы темекі тұтатты. Түтінін ішіне жұтып жатқандай құшырлана сорады. Оны да жаман адам деп айта алмаймын. Арманың мен сағынышына сол екеуінен қолынан келген жақсылығын аяған жоқ. Жеткізді, жетілдірді. Кеудемізден итерген жері жоқ. Соның арқасында өгесімедік, өгесітпеді. Бізге керегі де сол еді. Әйтпесе, мен оған сүйіп күйгендігімнен тұрмыс құрған жоқпын. Жек көремін деп те айта алмаймын. Құдай қосты, қосылдық. Бірақ сенсең, мен де сені бір көруді ғұмыр бойы армандадым. Оның жанында жатсам да жүрегім сені іздейтін, сен деп соғатын. Ғұмыр бойы саған деген сағынышым басылған емес. Менде де жүрек бар, менде де сезім бар. Сені сағынып сарғайған сәттерімде арманымды құшақтап, мауқымды басатынмын. Сен оны көрген жоқсың ғой. Тұп-тура өзіңнің жігіт шағыңды көз алдыңа елестетсең болғаны. Тура аумай қалған ғой, аумай қалған. Жүрген жүрісі, тұрысы, көз қарасы, шашының бұйралығына дейін өзіңнің жігіт кезіңді көз алдыма келеді. Арманымды көремде сені көргендей боламын. Сондықтан да менің жаным соның үстінде жүретін. Ол әрдайым сені жастық шағымды еске салады. Сен де сондай едің. Мінезіне дейін ұқсайды. Сен сияқты өкпелегіш. Тура бар ғой, өзің. Мен әлі өкпелегішпін. Не өкпелеп қалдың ба? Жоқ, неменеге өкпелеймін. Қайта бір жасап қалдым. Бұл кездесу сен үшін онша маңызды болмас. Неге олай дейсің? Деді әйел оның сөзін киіп әкетіп. Білмеймін, өзім де білмеймін. Әйтеуір мен үшін қалған ғұмырыма жетерлік азық болмақ. Өксумен, өкінішпен өткен өмірімді сәулелендіре түсетінде осы кездесу. Менде осындай алданыштардан басқа ештеңе қалған жоқ. Өзімді өзім алдаусыратумен ғұмыр кешіп келемін. Сен мықтысың, Қалихан. Өзіңді өзің алдай аласың. Ал мен байғұс өзімді өзім алдай да алмаймын ғой. Алдандыратын арманың мен сағынышыңды қосып жібергеніне ризамын. Мен сені баяғыда-ақ үйленіп алған шығар деп ойлап едім. Саған ғашық қыздар көп еді ғой. Есіңде ме? Мен сені солардан өлердей қызғанушы едім. Жаныңнан топырлап шықпайтын еді ғой. Солардың біреуімен. Жоқ, Сәулежан. Менің көзіме сенен басқа ешқандай қыз көрінбейтін. Сен кеткеннен кейін де көрінген емес. Мен махаббатыма ешқашанда көлеңке түсірген емеспін. Сол бір таза қалпында өзіңе алып келдім. Жүрегім жаралы болса жаралы шығар.
бірақ кірлеген емес. Менің күйеуім бар ғой. Ал мен ше? Мен де сенің заңды күйеуің емеспін бе? Сен оған көп уақыт өтіп кетті ғой. Енді білем, сен мені дұрыс түсін. Мен сенің отыңды өшіріп, ошағыңды ойрандайын деп келген жоқпын. Құдай оның бетін әрі қылсын. Тек саған деген махаббатымның әлі де суымағанын, мәңгі суымайтынын айту үшін ғана, соны сезіндіру үшін ғана сенімен бір кездесуді өмір бойы армандадым. Бұл кездесу маған осы үшін де қымбат. Саған деген махаббатымды байрақтай желбіретіп келе жатқанымды айта алмай өліп кетсем қайтер едім. Өкініштің көкесі сонда болар еді. Енді өлсем де арманым жоқ. Шын айтам, арманым жоқ. Рахмет, мен сені білем ғой. Жаныңның жылылығы емес пе мені саған ес-түссіз ғашық еткен. Бірақ бәрібір екеуміз енді бірге бола алмаймыз ғой. Қалихан тағы темекі тұтатты. Не деген көп тартасың? Әйел мүсіркей қарады. Қалихан ештеңе естімегендей еріндерін тістелей берді. Осы кезде талдардың арасынан 3-4 қара мысық атып шығып, бір-бірімен жарыса алдарынан жүгіріп өтті. Екеуі де тіксініп, бір-біріне үрпейісе қарады. Қайдан қаптап кеткен? Деді Қалихан, оны жаман ырымға балап. Ана бір жерде қоқыс төгетін жәшіктер бар, соны жағалайды. Түн түңлігін қымтай жауып қоюланып келеді. Жаңбыр себезгілей бастады. Сумаңдаған суық жел Қалиханның қойны қонышын тіміскілеп, бойын тоңазыта бастады. Бір сәт жанында 40 жыл көрмеген ғашығы келе жатқанын ұмытып кеткендей, өзімен өзі ой қармап үнсіз қалды. Кенет есіне әлдене түскендей бойын тез жиып алып, «Сәуле, айтшы», деді мойнын бұрып. «Не?» Әйел үрпие қарады. «Нені?» Қалихан бекер сұрадым ба екен деп аз кем кідіріп қалды да, «Арманым мен сағынышым кімнің атында?» деді сұраулы жүзбен. Әйел ләм-мим деп тіл қатал қоймады. Көзі жасаурай берді. Қалихан қыстаған жоқ, айтқызбай-ақ түсінді. Кеудесін кере ауыр күрсінді. «Оларды көргім келеді. Қандай боп өсті екен? Мен туралы айтып па едің өзі?» Әйел көзіндегі жасты қол орамалмен жайлап сүртті де, үнсіз қалудың ретін таппай, «Олар біледі ғой енді, сезеді», деді егі кемсеңдеп. «Ештеңе айта алмай келемін. Бірақ олармен кездесудің қажеті жоқ шығар. Екеуі де бала шағалы. Бәрі мені апа десе, оны күмілжіңкіреп қалды. Оны ата дейді. Ал сен...» Қалихан төбесіне біреу суық су құйып жібергендей сілейіп тұрып қалды. Одан әрі қазбалап ештеңе сұрамады, сұрағысы да келмеді. Тағы да темекі тұтатты. Сәлден соң тұнжыраған қалпы, «Жақсы», деді жаймен ғана тіл қатып. «Басқа сұрағым жоқ». Үмітімнің сөзінің аяғын жұтып қойды. «Сенің алдында өзімді қылмыскердей сезінемін». Әйел жүрек тұсын ұстап еңкейе берді. «Ой, жаным-ай, не боп қалды?» Қалихан шошына тіл қатты. «Жай әшейін, жүрек қой, бәрін сезіп біліп жатқан». «Я, жүрек құрғыр сезгіш қой. Менің де жүрегім бірдеңені сезіп жатыр. Кеудемді тесіп кетерде тұлауын қарашы, дүрсілдеуін көрмейсің бе?» Қалихан да алақанымен жүрек тұсын уқалай берді. «Әне, анау менің үйім», деді әйел алдыңғы жақта жарық жанып тұрған қараша үйді нұсқап. «Алаңдап күтіп отырған шығар. Уақытта біраз болып қалды ғой. Күтетін адамың бар, қандай жақсы». Әйел ештеңе айта алмады. Тек бар болғаны, «Қой, мен барайын», деді жай ғана. «Жақсы, аман жүрші, балаларға», дей беріп тілін тістей қалды. Әйел оған онша мән берген жоқ. Мұң тұнған жанарымен мөлтеңдей бір қарады да үн-түнсіз бұрылып жүре берді. Әлі де сол баяғы тіп-тік қалпы. Жүрісі сылбыр тартқан. Ол соңынан жетім баладай жөтендей қарап, сүлмірейіп тұрып қалды. Кеудесін қара мысықтар тырналап жатқандай қыжылдатып әкетіп барады. Көзінен бір тамшы жас ыршып түсті. Қарашы, 40 жыл бұрында табиғат дәл осындай түнеріп тұр еді. Бүгін де тұнжырап тұр, деді даусын көтере. Ай да сол қалпы. Жұлдыздар ғана жарса жымындайды. Қарашы, бәрі де сол баяғыдай. Естимісің, сәулешім, естимісің? Табиғатта ешқандай өзгеріс жоқ. Өзгерген сен ғана. Қалихан әйел кеткен жаққа телміріп ұзақ қарады. Ештеңе көрінбесе де көз алар емес. Жүрегі қан жылап тұр. Бар ашуын көзінен алатындай еңк-еңк егіле жалады. Кеткісі келмейтін сияқты. Әйел кіріп кеткен қараша үйге телміре қарап, қаққан қазықтай тұра берді. Бір кезде жарық та сөнді-ау, Қалиханның да үміті өшкендей болды. Қайтуға бет алып бұрыла бергені сол еді, талдардың арасынан тағы бір қара мысық атып шығып жолын кесіп өтті. Шошына селк ете түсті.
жон арқасы мұздап кетті. Жүрегі шаншып, өкпесі алқына берді. Жол сенікі, бақыт. Бақыт па? Бақыт жоқ. Бәрі де сенікі. Өмір сүрудің еш мәні қалмады-ау. Не айтып не қойғанын өзде білмей мәңгіріп тұрып қалды. Жүрегі қатты қысып, шаншып өткендей болды. Қол аяғы дірілдеп құлап бара жатқанын да байқамады. Қараңғылық қоюлана түскен. Төңіректі тұман тұмшалап келеді. Қара аспан да қыстығып тұрса керек, селдетіп қоя берді. Жаңбыр құйып тұр. Бүгінгі әсерлі әңгімені сыйлаған өмір жолы арнасы кезекті алда күтіп тұрған қызықты оқиғаларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып арнама тіркелуді ұмытпа.